Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 15 талғам. Бірінші тапсырма. Мәтіндерді оқып ортақ ойды табыңдар. Талғам мен талғамсыздық адамның қай дәстүрде, қай ортада өскендігіне, алған тәрбиесіне, парасатына байланысты. Талғамға да тәрбие керек. Талғамның мөлшері балалық шақтан бастау алады. Туған ұясында көрген, білгені, естігеннің мәні зор. Кішкентайынан не нәрсеге әуестенсе, сол тұрақты қызығушылығын дамытады. Мәтіндердегі ортақ ой талғамға да тәрбие керек. Баланың талғамының қалыптасуы отбасы тәрбиесінен басталады. Енді сұрақтарға жауап берейік. Талғамның қалыптасуына не әсер етеді? Талғам мен қызығушылықтың арасында байланыс бар ма? Кез келген әнді тыңдап, кез келген кітапты оқи бересіңдер ме? Кез келген киімді кие бересіңдер ме? Талғамдарың қалай қалыптасып келеді? Ойланып көріңдер. Сұрақтарға жауап. Талғамның қалыптасуына отбасы тәрбиесі әсер етеді. Талғам мен қызығушылықтың арасында байланыс бар. Себебі адам неге қызықса соны таңдайды. Мен өзім ұнаған әнді тыңдап, өзіме ұнаған кітапты оқимын. Әрине, әркім өзіне ұнаған киімді киюге тырысады. Екінші тапсырма тыңдалым. Арзан әрі сәнді киіну туралы кеңестер тыңдап, сұрақтарға жауап беріңдер. Сәнгердің пікірімен келісесіңдер ме? Киім таңдауда қандай мәселеге басты назар аудару керек? Сәнгердің пікірімен толықтай келісеміз. Киімдердің бірінші кезекте үйлесімділігіне назар аудару керек. Үшінші тапсырма. Айтылу мен жазылуында айырманы заңдылықты түсіндіріңдер. Берілген сөздердегі ықпал түрін анықтаңдар. Ілгерінді ықпал бір күні, ала кел, күн кешті, ашса, ашша. Кейінді ықпал асанбек, жауып, сабағы, жасса. Көнбеді, жанбады. Тоғыспалық бал, ешжан, 5 жыл, тас жүрек. Төртінші тапсырма. Берілген кестеден пайдаланып, тәрбиелік кеңес құраңдар. Бірінші бағандағы тіркестерді кеңесті білдіретін сөздермен аяқтап, екінші бағандағы сөздермен тіркестерге тиісті қосымшаларды жалғап сөйлем етіп құрастырыңдар. Түстерді дұрыс үйлестіру маңызды. Алабажақ көйлек пен сондай сумканы ұстау, 3 түстен көп болуы талғамның төмендігін білдіреді. Аяқ киім мен киімнің түсінде үйлестіру қажет. Ашық түсті көйлек, бейтарап түсті аяқ киім немесе керісінше үйлестірген жөн. Ауа райына лайық киінген жөн. Қыста жылы қалың киім, бас киім кию керек. Жаңбырлы күні су етпейтін киімдер киген дұрыс. Тапсырма. Суреттегі балалардың киімдеріне қандай қателік байқадыңдар? Осыған қатысты жағдаят ойластырып, өз ойларыңды жазыңдар. Бірінші суретте қыз бала секіртпемен секіру үшін белдемше емес, шалбар және аяғына спорттық аяқ киім киген дұрыс. Екінші суретте көйлек пен аяқ киім түсін үйлестіру қажет. Үшінші суретте бала сурет салғанда киімдері білінбес үшін арнайы алжапқыш қолдану қажет. Төртінші суретте ауа райына қарай жылынып киіну қажет. Бесінші суретте де ауа райына байланысты болып тұр. Бірінші суретке байланысты жағдаят. Зәуре секіртпемен секіріп қыздармен жарысқа түсіп ойнады. Ол қанша тырысса да дос қыздарынан қалып қоя берді. Себебі оның киімі секіруге ыңғайлы емес еді. Оның белдемшесі мен аяғына киген аяқ киімі қолайсыздық туғызды. Мұндайда Зәуре не істеуі қажет? Зәуре мұндайда спорттық киім кигені дұрыс. Алтыншы тапсырма. Талғамға талас жоқ деген пікірді негізге ала отырып, достарыңа хат жазыңдар. Жазған хаттарыңдағы ықпал түрлерін көрсетіңдер. Сәлем досым, хал жағдайың жақсы ма? Оқуың қалай? Біз бүгін қазақ тілінен талғам тақырыбында сабақ өттік. Меніңше әр адамның талғамы әртүрлі болады. Талғамға талас жоқ деген сөз бар ғой. Десек те талғамым осы деп қалай болса солай киінуге де болмайтын сияқты. Ал сен қалай ойлайсың? Өзіңнің ойыңды жазып жіберерсің. Жауабыңды асыға күтемін. Сау бол. Сәлеммен досың Ернат. Мұндағы ықпал түрлері. Тақырыбы, жауабы. Бұлар кейінді ықпал. Талас жоқ. Бұл сөзде тоғыспалы ықпал бар.